Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін жаздың ыстық күнінде сап-салқын, яғни үй жағдайында дайындалатын компот дайындауды көрсететін боламын. Ендеше менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Алма және де сливадан компот дайындаймыз. Жуып тазалап дайындап қойдым және міндетті түрде құмшекер қажет болады. Ендігі кезекте алмамызды осылай алып, теңдей екіге бөліп, артық жерлерін алып тастайтын боламыз пышақтың көмегімен. Және де дәл видеодағыдай көрсетілгенде етіп турап шықсаңыздар болады. Немесе өз қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Ендігі кезекте сливамызды да осылай теңдей екіге бөліп алсаңыздар болады, немесе бүтіндей салуға да болады. Мен яғни екі әдісінде қолдандым, теңдей екіге бөліп те салдым және де бүтіндей де салып алдым. Міндетті түрде слива алмадан емес, яғни үйдегі бар жеміс-жидектермен компот дайындай берсеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Мінекей барлығын турап, дайындап, ыдысымызға салып алдым. Мендегі ыдыс 9 литрлік ыдысқа салдым. Ендігі кезекте құмшекерімізді салып алатын боламыз. Құмшекерді барынша көбірек молдау сала бергендеріңіз дұрыс. Сонда компотымыз, яғни дәмді, тәтті болып шығатын болады. Және де осының үстіне енді суымызды құйып алатын боламыз. Газымызды жағып, бір қайнатып алатын боламыз. Міндетті түрде бетін жауып қойды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің компотымыз бір қайнап шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қызғылт түске жайлап еніп келе жатыр. Қатты отта қайнатып алғаннан кейін міндетті түрде астын, яғни газымыздың астын жай баяу отқа қоюды ұмытпаңыздар. Бетін жауып 20 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. Мінекей біздің компотымыз 20 минутта қайнап дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте әдемі, осындай қызғылт түске еніп, өте дәмді компотымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап беруге кеңес беремін. Үйдегі бар жеміс-жидектермен жасап, жақындарыңызды, балаларыңызды қуантып қоюға кеңес беремін. Және де бетіндегі артық заттарын, яғни сүзгішпен осылай сүзіп алсаңыздар болады. Дайын болған компотымызды міндетті түрде мұздатқышқа салып қойыңыздар. Мұздай күйінде жақындарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.